Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Тілек. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге микс пирог дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Майымызды алып, ыдысымызға саламыз. Одан кейін оның үстіне барлық ұнымызды саламыз. Және де бір шай қасық разрыхителімізді қосып, тестаны жақсылап араластырамыз. Бізде ұн мен майдың араласқаны осындай ұнтақ тесто болып шығу керек. Артынша оған қантты қосамыз. Оның үстіне 2 ас қасық қаймақты қосамыз және де бір жұмыртқаны қосып, тестаны илейміз. Бізге артында қолға жұқпайтын, бірақ өте жұмсақ тесто шығуы қажет. Қамырымызды 10-15 минутқа салқындатып қоямыз, әрі қарай салмасын дайындайтын боламыз. Восточный тестоның салмасын дайындайық. Оған осылай өрікті, одан кейін арахисті және де греческий орехты осылай сақтап тұрып, мейізге қосып араластырамыз. Ал екінші бізде қаймақтан жасалынатын салмасы болады. Оған осылай қаймақтың жартысын бір жұмыртқаны араластырып, үстіне қант сеуіп, тағы да араластырамыз. Осылай біздің салмаларымыз дайын болды. Енді кезекте тестаны дайындауға кірісейік. Тестамызды алып, үстіне ұнды сеуіп, осылай бірінші қолмен сәл-пәл басып аламыз. Одан кейін шамалы жұқалап, осылай оқтаумен жазып, дайын болған тестаны формамызға салатын боламыз. Тестамызды формамызға салып, осылай жан-жағын барлығын жақсылап әдемілеп алып, артық тесталарын алып тастаймыз. Үстін вилкамен тескілеп, ортасын бөлініп тұратындайға осындай бортик жасайтын боламыз. Бұл біздің 2 салмамыздың аралас кетпеуіне көмек беретін бортик болып саналады. Бірінші восточный пирогымыздың салмасын салып аламыз. Үстіп салып алғаннан кейін үстіне сгущенка құямыз. Сгущенкамыз барлығына жеткілікті болуы қажет. Ал екінші жағына осылай қаймақты салмамызды саламыз да барлық жеріне жеткілікті қылып құйып, духовкамызға 170 градусқа әбден қызғанша салып аламыз. Осымен пирогымыз дайын. Соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.